Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 3 сыныптың 8 сабағы. Сабақтың тақырыбы көп таңбалы сандардың моделі, сандар тізбегі. Бірінші тапсырма: кестедегі сандарды оқы. Бұл жерде балалар мыңдықтар класы мен бірліктер класы берілген екен. Бірліктер класында да, мыңдықтар класында да 3 разрядтар бар. Бірліктер класындағы разрядтар бірліктер разряды, ондықтар разряды және жүздіктер разряды. Мыңдықтар класында да 3 разряд бар. Олар 1 мыңдықтар разряды, 10 мыңдықтар разряды және 100 мыңдықтар разряды. Енді балалар, мына жерге қарасақ, бізде 1 мыңдықтан басталады екен, бірінші сан. Демек 5000 деп оқылады. Келесі сан 10 мыңдықтан басталатын болғандықтан 45 мың деп оқылады. Үшінші сан 345 мың, келесі 300 мың, келесі 205 мың және соңғысы 670 мың деп оқылады. Разрядтағы цифрлар берілген санды алу үшін қанша бірлік, ондық, жүздік, мыңдық, 10 мыңдық, 100 мыңдықтарды қосу керектігін көрсетеді. Разрядтық қосылғыштардың қосындысы, мысалы 371 мың тең 300 мың қосу 70 мың қосу 1 мың. Екінші тапсырма: оқы, түсіндір, есепте. Үшінші тапсырма: сандардың моделін үлгі бойынша салып көрсет. Төртінші тапсырма: салыстыр, тура теңдікті дәптеріңе жаз. Бұл жерде балалар 52 мың артық 5200-ден, келесі 32 мың тең 32 мыңға және соңғысы 302 мың артық 300 мыңнан. Тура теңдік бізде балалар 32 мың тең 32 мыңға. Бесінші тапсырма: сандарды разрядтық қосылғыштарға жікте. 470 мың тең 400 мың қосу 70 мың. Келесі 953 мың тең 900 мың қосу 50 мың қосу 3 мың. Алтыншы тапсырма: мәтінді оқы. Санды деректерді пайдаланып, теңсіздіктер құрастыр. Солтүстік Қазақстанның орманды даласында бұғы, елік, аққойындар кездеседі. Ғалымдар оларды бір апта бойы бақылап, 120 бұғы, 230 елік және 310 аққойынды тіркеді. Бұл жерде балалар біз 120, 230 және 310-ды жазып аламыз. Ары қарай өзіміз ойша осындай теңсіздіктер құрастырып аламыз. Келесі 7-ші тапсырма: қима қағаздағы өрнектерді пайдаланып, теңсіздіктер құр және жаз дейді. Бұл жерде балалар 4 көбейту 8 және 5 көбейту 4. Бұл жерде 8 4-ке көбейтіліп тұр және 5 4-ке көбейтіліп тұр. 4 2 рет тұр, бірақ 8 үлкен болып тұр 5-тен. Және бұны осылай да жазуға болады. Және 4-ті 8-ге көбейткенде 32, 5-ті 4-ке көбейткенде 20. Бәрібір бізде 4 көбейту 8 артық болып тұр. Келесі 9 көбейту 2, 9 көбейту 4. Екеуінде де бұл жерде 9-ға көбейтіліп тұр. 2 9-ға және 4 9-ға. Демек бізде 4 үлкен болғандықтан 9 көбейту 4 артық болып тұр. Келесі 7 көбейту 4, 5 көбейту 4. Бұл жерде 4 2 рет кездесіп тұр. 7 көбейту 4-те және 5 көбейту 4-те. 7 артық болады 5-тен, демек 7 көбейту 4 артық болып тұр. Келесі 18 бөлу 9 және 12 бөлу 2. 18-ді 9-ға бөлгенде 2, 12-ні 2-ге бөлгенде 6, демек 12 бөлу 2 артық екен. Келесі 9 көбейту 4 36, 12 бөлу 3 4 болады, демек 9 көбейту 4 артық болып тұр. Соңғы 8-ші тапсырма: сенің алдыңда 3 жұмбақ хат тұр. Оларды көшіріп жазу кезінде әрқайсысына сандар жоғалып кеткен. Әр хаттағы сандардың орналасу заңдылығын тауып, жоғалған сандарды ата. Енді балалар бірінші хатқа назар аударайық. 2-ге 2 қосылғанда 4 болып тұр. 4-ге қосқанда 6.
6-ға 2 қосқанда 8 болады. 8-ге 2 қосқанда 10. Демек, бұл жердегі заңдылық әрбір санға 2 сан қосылу, иә. Келесі хатқа назар аударайық. 360, келесі сан 320. Бұл жерде 360-тан 40 азайтқанда 320 болады. 320-дан 40 азайтқанда 280. Демек, бізде түсіп қалған сан 280 екен. 280-нен 40 азайтқанда 240. 240-тан 40 азайтқанда 200. Бұл жердегі заңдылық 40 санын азайтып отырамыз. Үшінші хатқа назар аударайық. Бұл жерде балалар артынан санаймыз. 444, 333, 222. Бұл жерге балалар қарасақ, 444-тен 111 санын азайтсақ, 333 саны шығады. 333 санынан 111 санын азайтсақ, 222 саны шығады. 222 санынан 111 саны азайтсақ, 111 саны шығады. Демек, бізде балалар үшінші хаттағы түсіп қалған сан 111 саны. Бұл хаттағы заңдылық 111 санын азайту. Осымен балалар сабақ аяқталды. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Видео сабақ ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп алыңдар.